тәуекел сенім мен сенбестіктің арасындағы бір сәт. Бірақ сол бір сәт өміріңді өзгертіп жіберуі мүмкін. Тәуекелсіз арман тек қиял. Тәуекелсіз жетістік тек кездейсоқтық. Сен алға бір қадам жасадың ба? Бұл сенің тәуекелің. Менде жүрек түбіндегі арманның жетегінде тәуекелдің жалауын көтеріп Абай мектебіне келдім. Я, кешігіп болса да 10-шы сыныпта келдім. Бірақ мен ғана емес, сіз де, біз де осындай тәуекел қадам жасадық. Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел. Мен сөйлеуші болудан сөйлеушіге, тыңдаған ойдан толғаған сөзге, ұлық сөзге ұмтылдым. Мен таңдаған жол Делмар үйірмесі, мақсатымның алғашқы мінбері. Амина, тәуекел дейсің бе? Я, өмір тәуекелден тұрады. Тірілердің арасында өлілер бар, өлілердің арасында тірілер. Ойланып көрдіңіз бе? Я, тәсіз. Өмір төрт ағарып. Бірақ осы төрт әріпке күллі ғұмырың сыйған. Демек, қызыл шақа сәбидей тіршіліктің ақ таңын қарсы алған уақытыңнан бастап жүріп өткен жолыңды мәнді де мағыналы өткізу парызың. Ал осы өмірде тірілердің арасында өлі болып өтсең, бұл жалғаннан не пайда? Мен баламын ер жетіп жырақтаған, арман қуып алысты тұрақтаған, кетсем де қанат қағып талай жерге, сенен асқан ауыл жоқ бірақ маған. Ауылым, алтын бесік құшағың кең, өзің жаққа қыран боп ұшамын мен. Жетсем деймін сағына шын қуанып, бойымдағы алапат күш ағынмен. Атамекен, ұлысың, киелісің, перзентін өзіңді сүйеді шын. Жер қадірін білгісі келген жандар, мен секілді емірене сүйе білсін. Туған жерді сүймейтін жан жоқ шығар, бірақ осы туған жерден өзге жерге бару адамға зор шабыт береді. Шымкент сапары. Сұхбатқа дайындық басталды. Жарқын ағай оңтүстік телеарнасының Таңнұр атты бағдарламасына сұхбат беретініміз ескертті. Таң атпай ояндық. Терезені қарасақ, күн әлі көтерілмепті. Бірақ менің ішімде алапат дауыл тұрғандай, жүрегім тарсылдап, алда келе жатқан сәттің салмағы сезілді. Бұл жай күн емес, бұл бар арман, еңбек, дайындық сыналады. Аяулыммен көзімізді ашпай жатып өлеңімізді қайталадық. Біз Жарқын ағай бізге қайта-қайта дем беріп, сенімге алады. Бізге әрбір сөз жігер береді, бірақ қобалжу көңілден кетпейді. Іштей тек сәтті өтсе екен деген тілеумен болды. Мәселен, өмірде барлық сәтті бола бермейді ғой. Мәселен, тарихымызға көз жүгіртіп көрейікші. Мен осы жақында ғана Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасын оқып көрдім. Айды осы әңгімелер оқып, түйгенімді сіздерге айтып берейін. Адамның басы, Алланың доғы. Өмірде неше түрлі қиындықтардың, тағдыр болған соң жазмыштың да болар анық. Ал бұл өмірдің қиындығын соғыс жылдарында өмір сүрген жандар көрді. Бұның дәлелі Барсхан мен Батырхан, Орхан мен Нұрха және Мұртаза мен Айша. Заманына қарай адамы демекші, сол қиыншылығы көп заманнан да кішкентай қуаныш тапқан адамдардың болғанына шүкір. Ал соғыс тек майданда оқ пен от емес, айға мұңын шаққан Айшаның өрімдей үш баланың тағдырымен күрессе, үнсіз майдан, үміт майданы. Біз соғысты көрмесек те, соны көргендер бар. Мінекей, соны жазғандар бар. Бұның дәлелі Ай мен Айша. Осы Ай мен Айша кітабын мен кітапханадан көрейін. Кітапхана демекші, қазір сіздерге сол кітапханаға барған кездегі оқиғамен баяндаймын. Бүгін мен біздің ойлы, саналы тыңдаушыларымыздың қарасы көбейіп келе жатқанына тағы бір нәрсе көзім жетті. Ең алдымен келген қонақтарға үйірмені, ағайды таныстырдық. Кейіннен өзіміздің дайындаған шығармаларымызды оқып бердік.
сөйлегеніңізді көріп кітапхана меңгерушісі қатты таңғалды. Маған бір ұнағаны, келген қонақтардың жүзінен жігерді көрдім. Дәл сіздердікі сияқты жігерді көрдім. Әсіресе Алаш ұраны, 19-шына қара сөз, нақыл сөздерді айтқан кезде. Айтпақшы осы Алаш ұраны өлеңін бәріміз білеміз ғой. Қане орнымыздан тұрып бірге айтайықшы. Алаш арасында күн сөнгенше сөнбейміз, енді жалықты ешкімнің қорлығына бермейміз. Адамдықтың жолында бастаған ерлер соңында басқаға көңіл бөлмейміз. Қандай шайтан келсе де арбауына ермейміз. Өлер жерден кеттік біз, бұл заманға жеттік біз. Жасайды Алаш өлмейміз, жасасын Алаш жасасын. достық жайлы айтқаным жөн болар. Ол ешқашан бөтенсімейді. Ол мені сыртқа теппейді. Ол менің сенімді серігім, қолдаушым, қорғаушым, жаңа таныстықтардың куәсі болатын ең жақын жолдас Ділмар. Ділмар, сен не деген керемет едің. Білмегенімді үйретіп, білгенімді әрі қарай дамытатын ең жақын жолдас сенсің. Өнер мен өнеге, тәрбие мен тағылым қалыптасқан ең бай қазынасың. Сен ата-баба аманатысың. Мен сені жанымдай жақсы көрем, Ділмар. Себебі сен қазақтың жанысың. Ділмар, мен сенің қадіріңді енді түсіндім. Енді ұқтым десем, сен ренжисің ғой. Мен оны білем. Кеш байқадың деп айыптайсың. Оны да білем, бірақ ең бастысы байқадым ғой. Түсіндім ғой мен сені. Сенің қадіріңді білмейтіндер мен білгісі келмейтіндер көп қой. Бірақ сен мықтысың, Ділмар. Өзіңнің мәнің мен маңызыңды ұқтырдың, қадіріңді арттырдың. Бүгінгі күні сені қолдайтындар, мойындайтындар, тіпті сені аңсайтындар көбейді. Ұлт үшін, болашақ үшін мына сен сияқты еңбек етіп жүрген кім бар? Ол әрине Ділмар. Ділмар дейсің. Кейде сол Ділмардың жұмыстарынан да шаршайды екенсің. Күнделікті кеберінен, өмірдің бір қалыпты қозғалысынан, қаланың шулы көшелерінен, оқудан, тіпті бар ғой мына құрғыр телефоннан да шаршайды екенсің. Сіздер де шаршап жүрсіздер ғой, Сіздер де мен сияқты күн санап ауылға қайтарғанда аңсап жүрсіздер ғой. Менде де сол жағдай. Ауыл өмірі ғажап қой шіркін. Бүгінгі күні арман қуып жүргенде, сол бір доптың соңынан қуған кездерді сағынады екенсің. Сол бір мызғымас тыныштықтың мекені, ауылдың мамыражай, шуақты күндеріне оралсам, арманым жоқ.
осы интернаттың балалары ауылға деген махаббатты ерекше өткені. Ал махаббат ол біреу емес. Осы адамдар махаббат дегенде тек бір адамды ғана елестетеді. Әрине, бір жүрек, бір ғашық, бір тағдыр, бірақ шын мәнінде махаббат деген бір адамға ғана арналатын сезім емес. Махаббат көп қырлы, мың бояулы, терең теңіз секілді ұлығым. Махаббат анала қандағы жылылық. Ол әке үніндегі сенімділік. Махаббат достың иығындағы жұбаныш. Ал кейде махаббат ұстазыңның сені алға жетелегені. Кейде табиғатпен бірлесіп келген тыныштық. Ол отанға деген адалдық, туған жерге деген сағыныш. Көшедегі мысықты тамақтандырған балада да махаббат бар. Бейтаныс адамға күлімдеген жанардың да махаббаттың ісі жатады. Махаббатты сезінуді үйрететін бір пән бар. Мен Абай мектебіне келмей тұрып, бұл пән туралы мүлдем естіп көрмеп едім. Ол шешендік өнер пәні. Шешендік өнер пәні бізге аптасына 2 мәрте өткізіледі. Алғашында келген уақытта бұл пән маған тым жат көрініп, маған бұл пән еленеді. Мен бұл пәннен алар пайдам неде деп бірнеше сабақтан соң жауабын алдым. Ең бірінші сабақта ағай бізге тіл мен сөз туралы мақал мәтел жаттап келуге беріп еді. Мен 20 шақтысын жаттап келдім. Талпынып, жаттап келген үшін ағайдан олжа бек қойын дәптерін сыйға алған болатынмын. Әр сабақ сайын түрлі даналық сөздерді талқылап, жоба көрінісі де қоямыз. Шешендік өнер тек шешен сөйлеуде емес, сахна мәдениетін есте сақтау қабілетінде шыңдайтын пән екен. Дұрыс айтасыз. Ал осы өнегені өмірден де алмаймыз ба? Бірақ өмірді бір сөзбен сипаттау қиын. Оны әркім әрқалай көреді. Мысалға айтқанда, сезім оны теңізге, жаңылсын оны өмірге, ал қасындағы Айсынбат әпке оны уақытқа теңейді. Бірақ шын мәнінде өмір ол бір ғана ұғыммен шектелмейтін сан қырлы құбылыс. Ол нәзік жіптей үзілгіш, берік темірдей мызғымас, көктемгі желдей жұмсақ, қылыштай өткір. Ал мен өмірді көшпенді керуенге ұқсатамын. Сол көшпенді өмірде де неше түрлі жағдайлар болады ғой. Әр күн сайын бір есіктен ашып отырмыз. Осы тақырыпқа байланысты шығармамның үзіндісін айтып берейін. Мұқият тыңдаңыз. Қос есік. Жарқырап тұрған әр есік әрқашан жақсылыққа бармайды. Жүрек қалауы таңдаған жол әрқашан дұрыс. Өмірде бәріміз таңдаулар жасаймыз. Сол таңдауларымыз болашақта кім екенімізді көрсетеді. Ең алдымен адам болуға ұмтылсақ, қалғанының бәрі өзі келеді.
естілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал дейді. Дәл осы ізді жалғастырушы ретінде біз Ділмар үйірмесінің 1 жылдық қорытындысын жасап, сіздерге есеп бермекпіз. Ең бірінші Ділмар үйірмесінің мақсатына тоқтала өтейік. Ділмар үйірмесінің мақсаты жас буынның шешендік өнер арқылы ойлау қабілетін, көпшілік алдында еркін сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, көшбасшылық қасиеттерін дамыту. 1 жылдың ішінде жалпы 4 республикалық шешендік сайыс өтті. Оның ішінде 2 рет студенттер мен оқушылар арасында өткен Ділмар шешендік өнер байқауы және республикалық іші алтын сырты күміс сөз жақсы шешендік өнер байқауы өтті. Сонымен қатар 4 ауданда, Талғар ауданы, Ұйғыр ауданы, Үржар ауданы, Аягөз ауданында өтті. 1 мектеп аралық, 5 мектепшілік шешендік сайыстар өтті. Осы күнге дейін сайыстар 2 адамның арасында өтсе, 2024-2025 жылы жаңа бағыт пайда болды. Бұл жұптық сайыс бағыты. Бұл бағыт адамдарды бірлікке, ынтымақтыққа үйретті және бұл бағыт бойынша мектепшілік, республикалық, мектеп аралық сайыстар өтті. 2019-2024 жылдың ішінде өтілген шешендік сайыстар мен 2024-2025 жылы өтілген шешендік сайыстарды пайыздық көрсеткішпен салыстыра отыра, 1 жылдың ішінде жақсы жетістікке жеткенімізді аңғардық. Жалпы 5 жылдың ішінде 14 республикалық шешендік сайыс өтсе, бұл бізде 67-9% құрайды. Ал 1 жылдың ішінде 4 республикалық шешендік сайыс өтті. Бұл 46-2% құрайды. Осыған қарап, осы жылдың ең белсенді табысты жылы екеніне көзіміз жетті. Осы жылы 7-11 сыныптарға арналған жаңа оқу бағдарламасы жасалды. Соған сай күнтізбелік жоспар құрылып, нәтижесінде бұл бағдарлама Дарын орталығы ұйымдастырылған республикалық үздік авторлық бағдарлама байқауында жүлделі 2-ші орынды қанжығалады. Сонымен қатар Ділмар клубы Дарын ұйымдастырған республикалық педагогикалық жәрмеңкесінде ең үздік жұмыс ретінде танылып, 1-ші орынға ие болды. Осы жылдың басты жетістігі 8 қаңтарда Ділмар үйірмесінің 5 жылдығына орай Ділмарлар дүбірі кітабы жарыққа шығып, 3 ақпан күні тұсауы кесілді. Қуанышты жаңалық. Дәл осы жылы жаңа 7 жоба іске асырылды. Атап айтқанда, үйірме мүшелері Шалқар радиосының ой-талқы бағдарламасына барып, шешендік сөздерді талдап, ұлт руханиятына үлес қосты. Әз-Наурыз айын тағылымды өткізу мақсатында 30 күн 30 ғибрат атты жаңа жоба іске асырылды. Әңгіме айтайық, жаңа жобасы басталды. Бүгінде бұл жобаның 7 шығарылымы жарық көрді. Ділмар республикалық шешендік өнерді дамыту клубының ойлы оқырман жобасы басталды. Ділмар клубының ресми сайты ашылды. Сонымен қатар Ділмар үйірмесінің Instagram парақшасында лақу сөз жазу, жариялау белсенді түрде жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде парақшамыздың қаралым саны мен өкіл саны артты. Ділмар шығармашылық телеграм парақшасы ашылды. Оның ішінде үйірме мүшелерінің лақу сөздері мен мақалаларының толық нұсқасы бар. Енді оқушылардың жетістігіне тоқталатын болсақ, жалпы республикалық сайыстан, студенттер сайысынан біздің Ділмар үйірмесінің барлық мүшесі жүлделі орынға ие болды. Атап айтқанда, бас жүлдені Аяулым Айдарқызы, 1-ші орынды Жалғас Серікболұлы, ал 3-ші орынды Шәміл Темірланұлы мен Ақерке Ерболатқызы қанжығалады. Жалпы осы жылда 5 республикалық сайыс өтті. Осы республикалық сайыста 2 оқушы бас жүлдені, 1 оқушы 1-ші орынды, 1 оқушы 2-ші орынды, 3 оқушы 3-ші орынды қанжығалады. Абай мектебінде жыл сайын шешендік сөздерді жатқа айту жарысы өтеді. Осыған сәйкес біз 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушыларынан қанша шешендік сөз жатқа білесің деген сауалнама алдық. Нәтижесінде 10-ші сыныптардан 14 оқушы қатысып, ең көбі 80 шешендік сөз білсе, ең азы 1 шешендік сөз біледі. 9-ші сыныптардан 43 оқушы қатысып, ең көбі 45 шешендік сөз білсе, ең азы 2 шешендік сөз біледі. Ал 8-ші сыныптардан 28 оқушы қатысып, ең көбі 50 шешендік сөз білсе, ең азы 11 шешендік сөз біледі. Нәтижесінде 8-ші сынып оқушыларының шешендік өнерге қызығушылығы мен талабы басым екенін байқадық. Бұған себептер де бар. Біріншіден, Абай мектебінде биылғы оқу жылынан бастап 8-ші 9-ші сыныптарда шешендік өнер пәні аптасына 2 рет өтіледі. Сонымен қатар оқушыларға тапсырма беру мен тапсырма алу мүмкіндігі де артты. Сонымен қатар осы жылы үйірмемізде шешендік сөздерді тек қазақ тілінде жаттап, насихаттап қоймай, оны шет тілде атап айтқанда ағылшын тіліне аударып жаттап айту бойынша 1-ші республикалық дала данышпандарының даналығы атты байқау өтті. Бұл байқау оқушылардың көшбасшылық қасиетін және әр сөздің мән мағынасын терең түсінуге жетеледі.
кісілік пен кішілік ұлылықтың белгісі демекші, Ділмар үйірмесінің мүшелері тек қана ата-баба сөзін жаттап, насихаттап қана қоймай, жомарттық пен ізгілікті өмірлік ұстанымға айналдырған. Атап айтқанда, жыл шешені Шыңғыс Ерболұлы Ділмар шешендік өнер байқауында бас жүлдеге иеленіп, Абай мектебінде өткен шешендік сайысқа демеуші болған. Осындай жанашыр ағаларымыздың үлгісін көрген Абай мектебінің Ділмар үйірмесінің оқушылары да өздері де демеуші болды. Атап айтқанда, Нұрайым Жасұланқызы, Гүлшат Доспенқызы, Ақнар Жандосқызы, Амина Смағұлқызы, Айсынбар Тақыбекқызы демеуші болып белсенділік танытты. Сонымен қатар жас тілші Ақерке Ерболатқызы үйірме мүшелерінің жазу шеберлігін танытып, шығармашылыққа серпін берді. Жыл шешені Аяуым Айдарқызы оқушыларды шешендік сайыстарға баулып, жүйелі түрде дайындады. Шыңғыс Ерболұлы, Аяуым Айдарқызы, Ақерке Ерболатқызы көптеген шешендік сайыстарда қазылық танытып, қазылар алқасында болып, өздерінің әділ төрелігін танытып келеді. Дұрыс айтасың, Ақназ. Ахмет Байтұрсынұлы білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса деп бекер айтпаған. Осы ұранды өзінің ұстанымы еткен Ділмар үйірмесінің мүшесі Ақерке Ерболатқызы осы мектеп қабырғасынан түлеп ұрса да Ділмар үйірмесіне қызмет етуін тоқтатқан емес. Атап айтқанда, ол кісінің бастауымен бүгінгі күнде жазба жұмыстары, яғни жазба бағыты жаңа серпіліске алып келді және оқушылардың шабыты одан сайын шарықтай түсті. Оның нәтижесінде оқушылар жазба бағыты бойынша көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Қорытындылай келе 2024-2025 оқу жылы Ділмар шешендік өнер клубының тарихындағы ерекше белеске айналғаны рас. Бұл жыл тек мазмұнды іс-шараларға толы уақыт қана емес, рухани кемелдену мен шығармашылық серпілістің жарқын көрінісі болды. Жасалған жұмыстар жай ғана жеңістер емес, клуб мүшелерінің өсуіне, тұлғалық кемелденуіне, мәдени рухани өрістің кеңеюіне жол ашқан биік нәтижелер болды. Алда жаңа жоспарлар, тың идеялар мен асқар мақсаттар. Ділмар үйірмесінің мүшелері осы жолда көшбасшылық жолды жалғастырып, елдің рухани дамуына лайықты үлес қосатынына сеніміміз мол. Бұл бүгіннің табысы, ертеңнің үміті, болашақтың жарқын бастауы. Осы өмір деген біз өмірді емес, өмір бізді ойлайды екен. Иә, өмірде бәрі біз қалағандай бола бермейді. Бәрі біз қалағандай өрбімейді. Кейде бәрі бар сияқты көрінген сәт, іште босап қалған уақытымыз болып шығады. Ал кейде бәрі жоғалғандай болған сәт, мына жаңа өмірдің бастамасы болады. Мен қазір түсініп келемін. Өмір, ол бізге бір сәтте бәрін бере салмайды. Ол алдымен бәрінен айырады, кім қалды, кім кетті, соны анықтатады. Ал сосын барып шын бағалай білуді үйретеді. Өмір бізге бір сәтте бәрін бере салмағанның әсерінен біз кейде қатты шаршап кетеміз. Мына адамдардан, жалған күлістерден, екіжүзді сөздерден біз жай ғана тыныштықты қалаймыз. Сол кезде түсінеміз. Сыртқы дүние ол ешқашан толық тыныш болмайды. Ал ішкі тыныштық ең басты байлық. Мен қазір түсіндім. Өмір ол жау емес. Өмір ол қарсылас емес. Өмір ең сабырлы ұстаз. Ол асықпайды, бірақ әр сабағын ұмыттырмай береді. Сен өмірдің мәнін терең ұғындырған сияқтысың. Енді мен сол өмірге шапшаң қадам басып бара жатқан уақыт туралы сыр шертемін. Біз өмірді сағаттың тіліне байлап қойдық. Таңғы 6:00 ояну, 8:00 сабақ, 12:45 түскі ас, ал 10:00 түнгі ұйқы. Жүректе не болып жатыр? Көңілдің көлеңкесін, жүректің лүпілін, жанның жаңғырығын уақытпен есептей аламыз ба? Уақыт жай ағым емес. Ол өмірдің өзенін алға сүйреп бара жатқан көрінбейтін күш. Ол ешкімді күтіп тұрмайды. Қазір сен үнсіз отырсың ба? Ертең соның нәтижесіне жауап бересің. Қазір бір адамға жылы сөз айтпадың ба? Кешігіп айтылған сөз жүрекке жетпеуі мүмкін. Уақыт саған таңдау береді, бірақ жауапкершілікті де жүктейді. Сол кезде не істеп үлгердің, кімді кешірдің, кімге қандай іс қалдырдың, кімге жылы қарадың. Уақыт, сен маған күнде бір жаңа парақ бересің. Кейде мен оны шимайлап тастаймын, кейде бос өткіземін. Бірақ
бүгінгі парақты бағалағым келеді. Сенің берген әр сағатыңда бір адамға жақсылық жасағым келеді. Бір адамды күлдіргім келеді. Бір арманға жақындағым келеді. Рас айтасың, Ләззат-ау. Арман демекші, сол арманға ауылда жүріп қол создық емес пе? Менің ауылым мен үшін ең ыстық, ең қадірлі мекен. Себебі ауылға келген кезде балаша ойнап, барлығын ұмытып, атқа мініп, санаңды серіктесің. Ауылыңның әрбір ағашы, әрбір тауы, тасы, топырағы саған ыстық болады. Кішкентай кезімде ата-анамның шіркін, ауылыма барып, топырағына бір аунап қайтсам ғой деген сөзін түсінбейтін едім. Бірақ есейе келе, туған жерімнен жаққа кеткен соң, осы сөзді тіпті өзім де айта бастадым. Туған отанды сүю, туған жерінің әр тасын қадірлеуден басталады. Шерхан Мұртаза отанды, ұлтты, әдебиетті, оның болашағын сүю үшін көп айқайдың керегі жоқ. Тынымсыз, жанашыр, табанды әрекет керек деген. Тынымсыз еңбек етіп, ұлттық құндылықтарымызды сақтасақ, әдебиетіміз де, мәдениетіміз де мәңгі жазайтыны сөзсіз. Ал ендеше бәріміз осы туған елді, туған жердің топырағын бәріміз сағынып өстік қой. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас демекші. Бәріміз атамекен әнін бірге шырқайықшы. Көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны қатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны қатады екен. Бүгінгі әдебиет қорытынды кешіміздің қадірлі қонағы, республикалық қоғамдық саяси ақиқат журналының бас редакторы, журналист Төлебаев Дәужан ағамыздан кәлес Құрметті оқушылар, шәкірттер, Ильмар үйірмесінің тәлімгерлері, бүгін сіздердің орталарыңызға келіп, бұл сахнада айтылып жатқан мәні терең әңгімелерден үлкен әсер алып отыр. Рахмет сіздерге. Биыл театрға бір қойылымға бара алмап едік, уақыт болмайды. Соның орны толғандай болып отыр. Бұл керемет талантты оқушылар қандай? Біздің ұлтымыздың ұлы байлығы бұл біздің шешендік өнеріміз ғой. Осы шешендік өнерге сіздерді тәрбиелеп жатқан Ділмар үйірмесі жарқын ағайларын бастаған. Ділмар үйірмесіне тек қана сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Біз сіздермен әрдайым біргеміз. Шешендік өнер ол біздің қанымызда бар, біздің жанымызда бар. Ол ұмытылмауы керек. Ата-бабаларымыз шешен болған дейміз. Қазақ даласында би шешендер қаншама өмір сүрген, олардан қалған ұлағатты сөздер қаншама. Солардың барлығын көзіміздің қарашығындай сақтап, зердемізге тоқып, көңілімізге құйып, жүрегімізге қондырып, оларды біз тек қана біліп қоймай, өзіміздің күнделікті өміріміздің сәніне, мәніне айналдыра білуіміз керек деп ойлаймын. Жарқын ағайларың осы біз басқаратын ақиқат журналына үлкен сұхбат берген болатын. Сол сұхбат қазір дайындалып жатыр. Осы мектепте Ләззат Бағдат қызы деген бар еді, 8-ші сынып оқушысы. Ләззат бар ма? Ләззатқа үлкен алғыс айтамыз. Ләззаттың мақаласы біздің ақиқат журналында шықты. Жарқын Ләззаттың мақаласын жібергенде біз 8-ші сынып оқушысы осындай мақала жаза ала ма деп біраз күмәнмен қарадық. Өйткені сөздері тап-тұйнақтай,
ойы жинақы, терең. Оның үстіне Абай атамыз туралы өзінің ой толғамын айтқан екен. Жарқын айтты, жоқ, шынымен өзі жазды. Бәрекелді дедік. Мұндай мақаланы журналистика факультетінің студенттеріне жаза алмауы мүмкін қазір. Шынымен солай еді. Біз көріп жүрміз. Сондықтан ләззат айналайын, қаламың ұштала берсін. Мынау мөп-мөлдір ойың бар екен, тап-таза жүрегің бар екен. Ең басты соны кірлетіп алмай, осындай Ділмар үйірмесінің арқасында, Ділмар үйірмесімен бірге өмірдің айдындарына қадам жасай бер. Әлі де толғасын, әлі де толсасын, қаламың әлі де ұшталады. Бірақ сенің алғашқы жазған мақалаң біздің жүрегімізде қонақтап қалады. Біз енді оны мәңгі ұмытпаймыз. Кейінгі дүниелерінде жақсы шығатынына күмәнім жоқ, бірақ сол мақаламен бізге үлкен әсер сыйлады. Сондықтан Ділмар үйірмесі тек қана мынау тілге шешен, ойға жүйрік қана шәкірттерді тәрбиелеп жатқан жоқ деп ойлаймын. Еліміздің ертеңіне атсалысатын үлкен мемлекеттің, қоғамның қайраткері болатын, ғалымы болатын, оқытушысы, ұстазы болатын, ең бастысы жақсы азаматтарды тәрбиелеп жатқанына көзіміз жетті. Сондықтан жарқын замандасымызға, жарқын өзімен құрдасым, досым, жарқынға тек қана сәттілік тілейміз. Жарқын өзінің сұхбатында айтады, осы Ділмар үйірмесінің тарихын, қалай басталғанын, осы алғашқы осы мектепке келген кезде 11-ші сынып оқушылардың кабинетіне кіріп, осындай шешендік сабақты бастаймыз дегенде, олар терезенің шағын сүртіп жатты дейді. Ағай, осы сабақта біз терезенің шағын сүртіп алсақ бола ма дейді. Сонда жарқын айттым дейді, мен сіздердің көңілдеріңіздің шағын сүртейін. Кәне сабағымызды бастайық деп айтты. Әрине содан бері бірнеше жыл өтті. Оқушылар да, ұстаздар да, жалпы қазақ қоғамы да осы шешендік өнердің Ділмар үйірмесінің қаншалықты біздің болашақ ұрпаққа керек екенін түсінді. Енді бұл республика аумағында қанат жайып жатқанына куә болып отырмыз. Сондықтан дами беріңіздер, өрлей беріңіздер, шыңдала беріңіздер. Енді жарқын бүгін мені күй тартып келсең деп шақырды. Енді журналистік, қаламгерлік кәсібіне бөлек осы домбырашылық өнерді бірге алып келе жатырмын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің қазақ даласында шешендік өнермен қатар күйшілік өнерде, жыршылық өнерде, термешілік өнерде, әншілік өнерде өте қарқынды дамыған. Ата-бабаларымызға рахмет, осындай өнерді, өнердің сан түрін бізге сыйлап кеткен, бізге аманаттап кеткен. Мынау тарихтан өздеріңіз жақсы білесіздер, Ақсақ Құлан тарихын, Жошы ханға домбыра тілімен жеткізген. Сондықтан күйдің тілі де бұл шешен тіл, күйдің тілі де бұл көсем тіл. Сондықтан күйдің де тілін біз түсіне білуіміз керек. Мен енді соңғы 15 жыл көлемінде өзімнің шығармашылық еңбек жолымен шұғылданып келемін. Бүгінгі таңда 15 шақты шығарған күйім бар. Сол күйлерді енді бұған дейін жарыққа шығара алған жоқ дейді. Өйткені өнерде жүрмегеннен кейін біраз ыңғайсызданып та жүрген шығармыз. Осы биыл сондай шешім қабылдап, өзімнің күйлерімді біраз насихаттайын деп, Facebook әлеуметтік желісіне сала бастадым. Халықтың, елдің көзқарасын білейік деп. Жақсы қабылдап жатыр. Сондықтан осы күйшілік өнерімізді насихаттай жүрейік деген мақсатпен бүгін орталарыңызға келіп отырған жайым бар. Мен енді туған жерім мынау Павлодар облысы, Ертіс Баянның өрі. Мен де Павлодар қаласында Абай атындағы нөмір 10-шы қазақ лицей мектебінде оқығам. Енді бұл мектепте мен 8 класстан бастап оқыдым. Оған дейін ауылда тұрдық. Ауылдан қалаға келгенде осы біздің үйімізге жақын болған қазақ мектебі болғаннан кейін сол Абай атындағы қазақ мектебіне бардым. Барсам қаланың мектебі, қазақ мектебі деген атауы бар, бірақ оқушылардың көп орысша сөйлейді екен. Сол мені қатты таңғалдырды. Одан кейін сабақтар жүріп жатады. Мен енді ауылдан келгеннен кейін бала кезімізден қазақтың асыл сөзі деген кітабы бар.
асыл сөзін көп оқып өскен. Мақал мәтелдерді, жыр дастандарды, жаңылтпаштарды. Содан кейін оқушыларға мұғалімдер сұрақ қояды осы фольклордан, ауыз әдебиетінен. Сонда қаланың оқушылары жауап бере алмай жатып, қиналып жатады. Сол кезде мен білгенімді ортаға салып, жұмбақты жалғастырып, мақал мәтелден айтып деген сияқты. Сол кітап оқытудың арқасы еді қысқасы. Сонда таңғалғаным осы қалалық жерлерде де осы шешендік өнерге де, әдебиетке де үлкен мән берілу керек екен. Қаланың балаларын әрине өскен ортасы өздеріне соншалықты әсер етпеген шығар. Бірақ ауылдың тілі, ауылдың қаймағы бұзылмаған дәстүрі соларды бүгінгідей Ділмар үйірмесінің форматында әдемі сәтті жалғастырып отырған жарқын бауырымызға деніне саулық, амандық тілейміз. Жасаған істері алға баса берсін. Ал ендеше көп созбайық, кезекті күйге берейік. Мәди Бабиұлы деген қазақтың керемет талантты әншісі өткен тарихта жақсы білесіздер. Мәди Бабиұлының өскен өңірі бұл Қарқаралы өңірі. Қарқаралы өңірі. Біз бір жылдары менің балалық шағымда Үшқара, атақты Үшқара тауының етегіндегі Айрық деген ауылда тұрдық. Айрық деген ауыл, сол Үшқара тауында біз ойнап өстік. Таудың енді үлкен Алатау сияқты тау емес, былай шығуға болады. Қыс кезінде шана теуіп, сол Үшқара баурайын өстік. Енді сол қазір сол қасиетті жерлерді еске аламыз. Сол қасиетті жерлерді, мәдилер жүрген жерлерді еске алып, сол тербелістен туған Үшқара толғауы деген бір күй бар. Сол тартып